өмірдегі хаос бұл көп нәрселерге әсер етеді. Мысалға, қарым-қатынасқа, біздің энергиямызға, біздің мақсаттарымызға, яғни алыстата береді. Былай айтқанда, өмірдегі хаос бір өзі өте жаман нәрсе, андай ашуыңды келтіреді. Қанша әрекет етсең де хаостан шыға алмайсың. Оның бірнеше себептері бар. Біріншісі, хаос қашан болады адамда? Білімсіздік болған кезде. Яғни қазір өмірімізде хаос қай тұсынан болып жатыр? Қарау керек, анықтау қажет. Міне сол жерде бізде білім аздық болғаннан кейін барып не істеді? Хаос болды. Егер біздің өмірімізде қорқыныш болғанда, ол тәжірибесіздіктің, яғни тәжірибенің аздығынан болған болатын еді. Мысалға, мен алғаш рет көлікке отырған кезімде не істеймін? Мен қорқам көлікті жүргізуге. Неге? Тәжірибе жоқ. Көрдіңіз бе? Ал енді хаос ненің жемісі? Ол өміріміздегі сол салада немесе жоспарлауда біліміміздің аздығының жемісі бұл хаос болды. Енді хаостан тезірек шығып кету үшін бір неше сіздерге өзімнің тәжірибемде болған мәселелерді бөліссем, бұл ең бірінші не істеймін? Ақ стикер немесе жалпандай стикерлерге, бір стикерге бір жұмыс деп жазып алдым, и солай жаза бердім. Жасау керек болған жұмыстарымның барлығы. Ішінде мысалға бандай білмеймін, үйде қалып қалған қоқыс жәшікке апарып тастау деген сынды әрекеттер де болды. Яғни менде қанша жұмыс бар, барлығын тізімдеп жазып шықтым. Жасауым қажет, жасағым келеді, міндет, мысалы өтіп кеткен қарыздар, мамандармен сөйлесу, барлығы жазылды. Ал енді мен оған приоритет бере бастадым. Дәл қазір мен жасауым керек болған жұмыстар бар, алдағы уақытта жасау керек болған жұмыстар бар. Кейбір жұмыстар бар, олар менің жауапкершілігіме, менің міндеттемеме кірмейді. Ол жұмыстарды өз міндет иелеріне табыстау. Ал одан кейін кейбір жұмыстар бар, оларды өшіріп тастау. Яғни бұл тақта, Эйзенхауэр тақтасы, мен өте көп айтатын, өте жиі айтатын тақта, мен бұны кәсіпте де, жеке өмірде де, өмірімнің барлық жерінде осы тақтаны қолдануға тырысам. Бұл маған не береді? Өмірімдегі маңызды жұмыстарды анықтап береді. Ең маңыздыларын, яғни біріншісінде шұғылы әрі маңызды. Екінші тақтада шұғылы емес, бірақ маңызды болған жұмыстар. Яғни не срочно, но важный жұмыстар. Одан кейін срочно, не важно. Яғни шұғылы жасау керек, бірақ маңыздылығы төмен болған жұмыстар. Бәлкім жауапкершілігі басқа адамдарда. Ал одан кейін шұғылы да емес, маңызды да емес болған жұмыстар. Бұл қай жұмыстар? Бұл мысалға Instagram қарау, бандай бір шопинг жасау деген секілді жұмыстар кейде кіруі мүмкін, кейде бұған кірмеуі де мүмкін. Бұл әр адамда әсер шеңберіне қаратай болады. Төмендегі мына бір екі жұмысты жасамауға болады. Мүмкіндігінше оны басқа адамдарға бөліп беру, маңызды да жоқ, шұғыл да емес болған жұмыстар десе, өмірімізден ысырып шығаруға тура келеді. Яғни бұдан алдыңғы сабақта видеоларымызда біз өнімділік туралы айттық, өнімділікті арттыру туралы айттық. Бұл да тікелей әсер етеді, және хаосты шешуге мүмкіндік береді. Енді хаосты шешудің осы бір жолдардың бір тағы бұл жоспарлау, яғни өмірді жоспарлау. Жоспарлайтын кезде біз ең бірінші үйрену керек болған нәрсеміз бұл адамдарға жоқ деп айтып үйрену. Мысалға, уақытың бар ма деген кезде жоқ. Шай ішеміз бе деген кезде жоқ. Неге? Өйткені сенің жоспарыңа әсер етеді ол нәрсе. Сен таңертең сағат 5-те оянам дедің ба, кешкісін саған құрбыларың сағат 8-де жүр барып шай ішейік деді, достарың барып тамақтанайық деді. Сен ол жаққа тамақтануың ертеңгі күнде тұрмауыңның негізгі кепілділігі. Яғни жоспар құрған адам, жоспар құрып үйреніп бастаған адам алғашқы кемінде 3 айда адамдарға жоқ деген сөзді өте жиі айту қажет. Міне сол кезде оның өмірінде көптеген өзгерістер болады. Мынандай бір нәрсе бар. Біз өмірімізді жаңа парағын бастаймыз да, бірақ ескі ручкамен жазамыз. Бұл дегеніміз, мен бүгін жатар кезде айтам, мен ертеңнен бастап өмірімдегі хаостарды шешем, өмірімдегі бүткіл жұмыстарымды басынан бастаймын деп айтам. Бірақ ерте болады, таң атады, өкініштісі, өмірім ескі әдеттермен басталды. Өмірімде өзгеріс болма? Болмайды. Яғни сол себепті біз жаңа парақты өмірімізді бастадық, онда жаңа параққа
жаңа қаламмен кіру керек, жаңа өмірге жаңа әдеттермен кіру керек, жаңа принциптармен кіру керек, жаңа өзіміздің құндылықтарымыз болу керек ол жерде. Және сол құндылықтарға сәйкес өмір сүре білуіміз қажет. Міне сол кезде бізде көптеген бандай бір өзгерістерді көруге, байқауға болады. Егер мен жоспар құрдым, мен ертеңнен бастап таңғы 5-те тұруды әдетке айналдырамын дедім, кешкісін 2-де сол бұрынғы ресторанда достарыммен чай ішіп отқан болсам, менің 2-де тұруым коэффициенті өте төмен. Осы мәселені ұмытпағанымыз дұрыс. Ал одан кейін есе бізде маңызды болған нәрселер бұл жоспарлауға қатысты жоқ деп үйренгенімізден кейін есе жұмыстарымызды 3 бөлікке бөлу. Яғни бірінші дәрежелі жұмыстар бұл бүгін қалай да болмасын бітуі қажет. Мен бүгінгі таңым осы жұмысты аяқтау үшін атты дейтіндей. Мысалға, менің бүгінгі күнімде ең маңызды жұмыс бұл YouTube-қа контент түсіру. Мен егер осы контентті түсірсем, ары қаратай барып ұйықтауым да мен үшін орынды, қыдыруым да мен үшін орынды. Өйткені мен бүгінгі күннің ең маңызды жұмысын аяқтап қойдым. Өмірімдегі өнімділікті белгілі бір дәрежеде орындадым десем де болады. Ал одан кейінгісі есе бұл не? Бұл біздің уақытпенен дұрыс қарым-қатынас құруымыз. Яғни біздің уақытымызды жейтін сондай бір амалдар бар, бізге байқалмайтын. Телефонда көп сөйлесу, ұзақ уақыт сөйлесу, білмеймін, бәлкім құрбыңызбен, досыңызбен өсек айту, армандарыңызды бөлісу деген сияқты. Немесе Instagram қарау деген сияқты. Немесе түрлі бір платформалардан кино қарау, сағаттап. Бұл нәрселер біздің өмірімізді жейді. Яғни сапалы өмір дегеніміз ол ләззат өмір деген емес. Сапалы өмір қиын, бірақ жемісі ұзақ мерзімді болады. Ләззат өмір жеңіл, күшті, бүткіл адам қызығады. Бірақ болашағы бұлыңғыр, ол жақта сені не күтіп тұрған білмейсің. Құдай тағдырыңа сәттілік пен жақсылықты жазған болса, я көрерің қызық болады, егер болмаса, өкініштісі қарыз сценарий. Біреу қарызбен аяқталу, біреу банды хаустан сол күйі шыға алмау, репутацияңды жоғалтуың, кәсібіңді, жұмысыңды, абыройыңның кетуі. Yani түрлі сценарийлер бар. Сол себепті біздің өмірімізде хаос орнады ма? Бұл ненің сигналы? Бұл сигнал сен осы салада тәжірибең жоқ, білімің жоқ, саған білім алу керек деген нәрсе. Ал енді сіздер хаостан қалай шығасыздар? Мысалы, өміріңізде бір болып отқан хаостарды қалай шешесіздер? Соны комментте бөлісіңіз. Бәлкім менің ұсынған нәрсемнен сіздің ұсынғаныңыз аудиторияға пайдалы болуы мүмкін. Яғни маған қарағанда сіз пайдалырақ болдыңыз. Сол себепті біз өзіміздегі білімді, тәжірибені бәлкім мүмкіндігін барынша бөліскеніміз дұрыс шығар. Бұл да Құдайдың алдында жақсы амалдардың бірі.